Төле биде Таза Қазақстан акциясы өтті. Аудан әкімінің қатысуымен өткен шарада жер ананың бусанып, төңіректегі тіршіліктің жаңарған шағында 19.600 көшет отырғызылды. Көктем келіп жер ана жаңарған шақта қыстан аман шыққан ағайын айналаны тазартып, ауланы абаттандырады. Былтыр елімізде басталған Таза Қазақстан акциясы өз жалғасын тауып келеді. Төле би ауданында өткен шараға 1800-ден астам тұрғын қатысып, 24 техника жұмылдырылды. Сонымен бірге аудандық маңызы бар 145 шақырым, ал облыстық маңызы бар 255 шақырымға жуық жол бойы тазаланып, 20 мыңға жуық әртүрлі сорттағы ағаш көшеттер отырғызылды. Жастардан әлі күнге дейін тазалыққа салғырт қарау байқалуда деген Еркеғали Әлімқұлов аудан тұрғындарын, әсіресе өскелең ұрпақты табиғатты аяулауға шақырды. Әр сенбі күні біз сенбілік өткізіп жатырмыз. Одан бөлек біздің жаңадан техникалар алып жатырмыз. 19 жаңа МТЗ трактор, одан кейін мынау трицикл дейді, 13 трицикл алып жатырмыз. Жаңа техникаларымыз келіп жатыр. Одан бөлек мына жаңа Қазақстан тазалық бойынша бір жаңалық. Қазір біз мына мемлекеттік коммуналдық мекемеге, Ленгір-Су деген осы мекемеге функцияны бердік. Енді осы мемлекеттік мекеме тазалықты жүргізетін болады. Алдында жеке кәсіпкерлерді жалдап жасайтын тұғымыз. Енді биыл техникамыз да көбейіп жатыр, мемлекеттік кәсіпорнымыз айналысатын болады. Шындықты айтайық, өкінішке орай әлде де бізге барлығымызға сол кішкене тазалық сақтау бойынша менталитетімізді өзгерту керек. Бұл біздің жалғыз отанымыз, өзіміздің туып өскен Қазақстанымыз. Сондықтан әлде де кейбір тұрғындар, кейбір жастар осы күл-қоқысты белгіленген жерге емес тастап кетеді. Одан кейін мынау жолдардың бойында машинаның терезесін ашып, әлгі пластик бутылкаларды тастап кететін моменттер болады. Осындай өкінішке орай фактілер бар әлде де. Оны жоқ деп айта алмаймыз. Сондықтан бізге кішкене өзіміздің жауапкершілігімізді көтеріп, әлгі айтады ғой, жапондар осы футболға барып, футболды көріп, сол жерде бүкіл күл-қоқысты өздері жинап, өздерімен бірге алып кетті. Біз неге солай жасамаймыз? Бізде соны жасауымыз керек деп ойлаймын. Мен оны жастар, үлкен кісілер деп айтпаймын, барлығымыз соған бейімделуіміз керек. Және мынау мектептерде осы тәрбиелік осының мәнін, мағынасын біз айтып түсіндіру керекпіз деп ойлаймын жас балаларға. Өйткені көбіне осы біздің жастардан осындай проблемалар, жаңағы күл-қоқысты бір белгіленбеген жерге тастап кету фактілері орын алып жатыр. Табиғат біздің ортақ байлығымыз, оны қорғау әрбір азаматтың міндеті. Бүгінгі тазалық акциясы тек бір күндік шара емес, бұл қоршаған ортаға деген жауапкершіліктің белгісі. Акция аясында шараға жұмылдырылған тұрғындар тазалық тек бір күндік акциямен шектелмеу керек, ол өмір сүру дағдымызға айналуы тиіс дейді. Өздеріңіз білетіндей, мемлекет басшысының Таза Қазақстан акциясын өткізу жөнінде, сол туралы жоба жөнінде үндеу тастап, ондай жоба қабылданған хабарларыңыз бар. Соның аясында мінекей екінші жылға айланып жатқан осы Таза Қазақстан акциясын өткізіп жатырмыз. Одан бөлек апта сайын Аманат партиясының Таза Қазақстан акциясының жобасы өтеді. Ал енді бұл мақсат не бұл Таза Қазақстан акциясының? Оны әдетте жұрттың бәрі ойлайды, бұл тек қана экологиялық тазалық деп. Бұл жерде президентіміз айтқандай тек қана экологиялық тазалық емес, бұл адамның да тазалығы, ардың тазалығы, жалпы адам баласының өзінің өмірге деген көзқарасын өзгерту, еліне деген көзқарасын өзгерту, қоршаған ортаға көзқарасын өзгерту. Мінекей бүгінгі көктеммен сол өзгерумен бірге мына көктемге сәйкес өзгеруімізде келіп жатыр. Таза Қазақстан акциясы қоршаған ортаға жанашырлық танытудың жарқын үлгісі. Табиғатты аялау баршамыздың ортақ міндетіміз. Гүлнұр Еркінқызы, Нұрхан Абдумажит, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.